Hayırlı gün, hürmetli görünürler. Bugün biz Eminönü'den Taksim köşesine barатын bolamız. Taksim köşesinde күніне миллионнан көп адам жүретін көше ол. Сол көшеге мына Босфор жағасынан қалай бару керек екенін көрсететін болам. Бүгін күн ауа райы өте жылы, тамаша болып тұр. Трамвай на тут один. İstiklal köşesine barатын боламыз. Далада таулы жаққа барған ол жерлерге қалай бару керек екенін сіздерге үйретіп жүрейін. Тааленге мінгеннен кейін Сұлтанахметтен Эменөнүден мініп Тааленге Кабатаж деген соңғы бекеті негізі. Сол бекетке барып, сол жерден сіздерге қалай фуникулерға міну керек екенін көрсететін болам. Сосын біз İstiklal үстінен бастап Галата Тауэрге дейін баратын боламыз. Kopane. Кабатаждан түсіп, арт жағына барамыз. Арт жағына барып, мына жерде фуникулерға мінетін боламыз қазір. Және мінекей келдік фуникулерға. Ол тек бір остановка жүреді, сол астыдан, Кабатаждан манағы İstiklal көшесіне дейін. Мына жерден өтіп.
Құрметті достар, міне келдік Таксим көшесіне. Таксимде артымда міне Ататюрктің және әскери ескерткіші тұр екен. Бұл жерде күніне кем дегенде 1 миллион адам өтеді екен мына Истеклель көшесінен. Сол көшеге міне келе жатырық. Адам саны деген өте көп. Міне Таксим көшесіне келдік. Енді міне Истеклельге түстім. Ал қараңыздар. Кешегі біз көрген Хафиз Мұстафаның тағы бір рестораны тұр екен. Тәтті жейтін ресторан. Сіздерге түсіріп көрсетейін, не бар екен ішінде. Мың 864 жылы дайын заттар сатып алуға болады. Міне бәрі дайын. Мына жерде енді көбіне егер сувенир ретінде достарыңызға сувенир ретінде мындай заттарды алуларыңызға болады. Өте әдемі келген енді. Дәмі де өте күшті. Хафиз Мұстафа. Мынау баклава деген мынау. Ішінде не бар екен білсем, мұндайды жеп көрулеріңізге кеңес берем. Өте тәтті. Баклаваның түрі бар екен. Шықтық. Ал оның қасында кім тұрғанын қараңыздар. Оппа! Бурак бауырымыздың ресторанына келдім. Қаншама суреттер тұр, қараңыздар. Әйгілі актерлары. Актерлар танитындарыңыз болса, міне қаншама сіздерге қазір өзі Роналдиньоның өзі келіпті ғой. Ай, мен бауырым тұр ғой. Хабиб. Қаншама адамдар келген, а? Мынау кім екенін білесіздер ма? Ай, соған ұқсап. Естігендеріңіз бар шығар, әрине. Мұнда актердің бәрі келіп шыққан сияқты ғой Турцияда. Түркиядағы актердің бары да, жоғы да бәрі отыр ғой. Мына кісінің танитындарыңыз бар ма? Ай, міне Қазақстанның қыздарының арманы осы ол Бурак Өзчевит деген. Ой, осы менің сүйікті президентім Recep Tayyip Erdoğan'ın өзі де келген екен. Bayram отыр ғой, bayram.
баягы киноларды карасаңыздар бир талай адамды тааныйсыздар мына жерде. Рабиня отбасысымен келипти го Рабиня. Былай бөлтеп, керім қылып тамақтарын береді. Бұрын біз чимдікте келген өзім. Мен де сериал қарап жатырмын қазір. Өзім сүйіп көретін актерлардың бірі. Бұрақтың өзі де тұр, мына қараңыздар. Роналдиньоға шейін келіпті мұнда. Şimdi sürütten güzel çok iyi. Qanchama odam bilgan, ha? Bәрімен suratga tushib chiqqan сияқты ғой. Qanday tomoqni otdan aytib жатыр mana. Menü verdim. Çorba. Yetmiyor ekan. Stopqa qo'yib qarab keyin arzoni men ko'rgan 60 deslik o'sha yerda. Men de şey istedim şöyle. Yürüyor adam buraya. İşimize bak. 30 lira var. Bir tane çarşı. 21 lira. Kol jetinde baga var ekan şimdi. Ben çok da böyle dedim. Bir şey var. Fanta Cola 12, Fanta Cola 11, su. Biscuit. Şey alıyor. Ben bana şey aldım zaten. Hatta şeyden birden aldım ben. O söküyor. Ben de makarım kimliğe çıktı 21 lira. Şey ben demin böyle geldi. O sırt dışı evet kenarında.
İstiklal köşesinde qanchama odam yurgan qaramizlar. Nerelerdesiniz? Бұл жерде намаз оқитын жер бар екен, мешіт тұр. Ортасында қазір кіріп екінті намазын оқып алу керек. Мына жерден кіре қоямыз. Маскасыз кірілмес дейді. Маскасыз кірілмес, маскасыз кіруге болмайды. Оқып алайық. Ондай демай. Мешіттің аты Ками. 594 жылы салынған екен. Өте ескі мешіт. Міне Мави тұр екен, сол Мавидан сіздерге бағаларын көрсетіп жіберейін. Мұнда Мавиға кірдім, мен сіздерге актері танитындарыңыз бар ма? Киван штатлы туфка. Мына жерде джинсылардың бағаларын көрсетіп жіберейін. 200 лир, 170 лир. Мавида ең качественный шарвалдар деп айтуға болады, себебі өте күшті качество бар. 80 лир дегеніміз 5 теңгемен санағанда 10 мың теңге. Мынау 13 мың теңге ма сондай. Бағалар әртүрлі, бірақ қатты қымбат деп айта алмаймын. Бәрі қолжетімді сияқты, осындай өте жақсы шаруалар бар. Мінекей мен келе жатырмын, Галата Тауэрге жақындап қалдым. Бір 100 метрден кейін Галата Тауэрде болам. Ауа райы кешке жақын салқындап жатыр, кішкене жел бар уже. Бірақ адам саны азаятын түрі жоқ. Өте көп адам саны. Қараңыздар, қаншама адам.
бітетін емес, алдынан шыға береді, өткен сайын, жүрген сайын. Қазір Галата Тауэр жақта не болып жатқанын көрейік. Мына жерде Коска деген тұр, манағы Хафиз Мустафа сияқты тәттілер сатылатын да. Мұндай да бар екен. Ішінде тәтті кәмпиттер. Коска. Бұдан да алуға болады тәттілер. Міне трамвай тұр мына жерде. Сол трамвайдан басына келдім. Сендегі трамвай. Светтің жақсы. Жүрейін деп тұр. Галата Тауэрге де келіп қаламыз қазір. Кім онда? Демет қойып. Buyurun merhaba. Babası mı? Yardımcı olayım. Gözmeyin. Өте үлкен. Үстінде адамдар, туристер болып жүр екен. Мінекей артымызда Галата Тауэр тұр. Бұған кіру үшін алдынан билет алу керек. Сосын ішіне кіруге болады. Билеті 80 лирдай тұрады да ойлаймын сол. Мына жерде Галата Ticket Office дейді, мына сыртында да бар екен билет алатын жер. Мына артында тұр мен. Өте үлкен. Өте әдемі және өте үлкен. Билет бағасы 30 лир дейді. 30 лир тұрады екен билет бағасы. Билет бағасы міне. Мен сіздерге қандай жерден әдемі фотоға түсуге болатын жерлерді көрсетіп жіберейін енді. Мен бұл жерде бір жақсы жерді білетін. Мұндай жерге негізі көбі мына жерге барып төменге кішкене түсетті. Осы фономен алады. Ал мына жерден кішкене көрінбейді ол. Қазір біз сіздерге жақсы жерді көрсетемін. Міне бұл жердегі вид мұндай. Өте әдемі сурет шығады. Мына жерде Галата Тауэрдің әдемі көрінеді. Әзірге бүгіндікке осы видеоны аяқтайтын болам. Бүгін бірталай затты көрдік бірге. Мына жақта вообще негізі білмейтін едім. Енді мен қазір дейінге барып өзімнің үйіме, абжыларға қайтатын болам. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.